Mangistau Amerikan колледжінің тарих пәні оқытушысымын. Алдағы таныстырылым барысында сіздер менің білім беру саласындағы жетістіктерім мен заманауи сабақ беру әдістерімен және қоғамдық шаралардағы белсенділігімен таныс боласыздар. Менің басты миссиям әр баланың бойындағы қабілетті ашу, өзіне сенімді, білімді, тәрбие тұлға қалыптастыру. Әр білім алушы жеке әлем. Сол әлемнің жарқырауына жол ашу менің ұстаздық парызым деп білемін. Бала жүрегіне жол табу арқылы ғана нағыз білім беруге болады деп сенемін. Сабақ барысында ашық қарым-қатынас орнатуға, олардың ойын еркін жеткізуіне мүмкіндік беруге тырысамын. Біз қоғамның бір бөлшегіміз. Әр әрекетіміз қоғамға әсер етеді. Сенбілік пен еріктілік жастарды еңбексүйгіштікке, жауапкершілікке, бірлікке тәрбиелейтін маңызды іс. Қоршаған ортаны қорғау, табиғатты сақтау, тазалыққа жауапкершілікпен қарау әрбіріміздің міндетіміз. Жастардың қатысуымен жасалған игі жұмыстар қоғамның дамуына үлес қосады. Педагогтар осы әрекеттер арқылы болашақ ұрпақты тәрбиелейді, олардың бойына адамгершілік пен ұқыптылық қасиеттерін сіңіреді. Таза, әдемі орта денсаулыққа кепіл, ал еңбексүйгіш ұрпақ жарқын болашақтың негізі. Мен және қоғам бір тұтас ұғым. Ал қоғамды жақсарту өзімізден басталады. Осы еңбек жолымда алған алғыс хаттарым. Таза Маңғыстау эко-челлендж аясында берілген алғыс хат. Ақтау қаласы түркі әлемінің мәдени астанасы конференциясында берілген алғыс хат. Оқу тәрбие үрдісін дамытуға үлес қосқаны үшін колледж басшысының алғыс хаты. Құқық негіздері пәні бойынша облыстық олимпиадада 3-ші орын. Ұлттық құндылық пен отбасы құндылығы қоғамның берік негізі. Отбасында берілетін тәрбие ата-бабадан жалғасқан салт дәстүр мен шежіре арқылы адам өз тегін тарихын танып өседі. Шежірені білу, өткенді құрметтеу, ұрпақ сабақтастығын сақтау деген сөз. Қазақ тарихын меңгерген, өз жеті атасын танып, ұлттық рухты қадірлейтін студент қана саналы тұлға болып қалыптасып, қоғам дамуына үлес қоса алады. Сондықтан ұлттық сана, отбасы тәрбиесі және шежіре ел болашағының мызғымас тірегі.